алты қызына 40 үйден шеп қылған. Бедеуден тұлпар мінгізіп, бекірек жалы ұлын бек қылан қазақтың тілі туралы толғағанда төгіп сөйлеу керек, сөгіп емес. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтінше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтінше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Кімдегім ана тілін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Аталардың аманатына адал болайық ағайын. Осындайда балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны ілетінін ұмытпауымыз керек. Қысқасы, қазақтың өзі өз ана тілін байрағында көтеріп қадірлегенде ғана өзгелер өз тіліндей қабылдайды. Айтпағымыз үркіту емес, үлгі болу.